1959 жылдың тамызында 3-нен 4-не қараған түнде Теміртаудың үстінде ұшақтардың гүрілі естілді. Бұл біздің қалаға өнеркәсіптік нысандарды қорғау үшін және қазақстандық магниткан құрылысшылардың арасындағы көтерілісті басу үшін Ішкі істер министрлігінен 1400 сарбаз мен офицерлері шұғыл түрде жіберілді. Шатырлы қалашықтың 2100 тұрғыны жайсыз өмір сүру жағдайларына наразылық білдірді. Кейбір бүлікшілер Теміртаудың шығыс жағындағы орналасқан әлеуметтік нысандарды қирата бастады. Тәртіпсіздіктер шатырлы қалашықтан басталды. Және де Достық төбешілігінің етегінде және қазіргі Сейфуллин көшесіндегі Авасток сауда орталығының маңында болды. Көтерілісшілер Жанар мейрамханасының орнында тұрған ағаш асхананы өртеп жіберді. Құрылысшылар даңғылындағы ыдыс-аяқ дүкенді және әмбебап дүкені тоналды. Теміртаудың шығыс бөлігіндегі орналасқан полиция бөлімшесі де қиратылды. Сондықтан да бүлікшілерді жаңа монша ғимаратында қамады. Тәртіпсіздіктер салдарынан 15 адам өлді. 59 жылдың күзіне қарай шатырлы қалашықтарының тұрғындары жайлы баспана алды. 59 жылдың қыркүйегінде құрылысшылардың мәдениет үйінде тәртіпсіздіктерді қоздырушыларға қарсы ашық сөз өтті. Ұзақ уақыттар бойы бұл оқиға туралы жарияланбады. Қазір 59 жылдың тамызында Теміртауда болған тәртіпсіздіктер туралы тарих оқулықтары баяндайды.